ынтымақтан сәлемдесіп алайық. Астан дірі түндігін, жерге сәлем жарығы, неткен асық күндігін, қайырлы таң, қайырлы. Жарайсың, отырамын. Артық шығарып алайық. Тақтада бізде не сурет көріп тұрмыз? Киіз, осы киіздің жоғары жағында оқтарымыз естіп тұр, шаншылып тұр екен. Осы оқтарымыздың астында біздің топтарымыздың аты жазылып екен. Қай оқты алсақ, сол біздің топтарымыздың аты шығарып алады екенбіз. Бар ма? Қасындағы. Оқып бере алайық. Достық. Ендеше көркемнің тобы достық тобы деп аталады екен. Келесі. Ынтымақ тобы. Бірлік тобы. Бірлік. Жазамыз. Бұл түлкі қашты. Ал осында қашты балдар. Қошты, жарайсың. Ұшашты. Келесі күна топта көз айын келіп. Балық суда жүзді. Жарайсың келіп. Айдос сурет салып жарайсың. Торғай қонды. Жарайсың. Құтар алынды ма? Алынды. Енді тақырыпты шығару үшін күннің бетінде қандай сөйлем шығып тұр? Оқиықшы. Бұл тақырыбымыз. Жазылып тұрмайды. Жарайсың. Екінші. Ой, балалар, жылы жел соқты. Жылғалардан су ақты, қаңқыл қаз кетті. Жер қарайды, жаз кетті. Желкел дейді, күн қайса, желін дейді, мал жайса. Ауыл көшті қыстауда, ән атамдар, ой сауға. Балалар, мына өлеңге не бейнеленген? Көң майса, дұрыс айтасың. Көкшілердің барлығы шыққан мезгілі сөз болады екен. Осы оқыған жазып тұрым. Өлеңі балалар әлде нәрсе ме? Қай топтан шығады? Көң майса. Қозылатын тұрсақ топ. Оқтары саңғылар. Елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады екен. Қандай ұлт өкілдері тұрады? Айтайыншы, шапаттарында өнерлерін көрсетіп жатыр екен. Және ән орындалып жатыр екен, балалар. Міне біздің еліміздің осы тәртіп бірлікте өмір сүруі осы ынтымақтың, бірліктің, достықтың арқасында екен, балалар, Жан біткенде жастауға, шуақ ойнап арайлы. Күн күлімдеп аспандай мамыр әні тарайды. Сәл келген әсел болсын ғұмырым, ынтымақты шептем деймін бір жырым, татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Бұндырын семей, бүйгем Казахстан, тартады игуры, ирусымен так пусть системы во веки веков, дружба народа всех возрастов. Қалай жағдайыңыз? Алейкум ассалам. Төле апат сізден апат қадайын дегенім. Қандай? Ялам, яласың көрсін. Шымайды апа. Күні осы сапты үкілеп сені көрсін. Балам, не үшін шындырмады? Мұны мәнісі, ынтымағы, бірлігі, мықты елді дауды жауды аламат дегенді шой.
Әлі кез бар. Ел билеу үшін алдымен ауыз бізге ынтымаққа шақырады. Бақ, қайда барасың? Ынтымаққа барамын дегеннің мәні сол екен.